Сәлем достар, бүгін мен сіздерге керемет бір тамақтың рецебімен бөліскім келіп тұр. Менің бала күнгі жейтін тамақтарымның бірі. Анам бала күнімде ет асқаннан кейін ет қалып қояды ғой, біраз ет. Сол еттерден осындай тағам жасап беретін, енді дәмі ерекше. Ең алдымен шикі етті суға салып, үстіне қалауыңызша тұз салып, пісіруге қоясыз. Мен тұз қосқан жоқпын, себебі мендегі етім өзі тұздалған ет болғандықтан тұз қоспадым. Арасында көбігін алуды да ұмытпаңыздар, себебі көбігі қазір біздің сорпамызға тарап кетсе, сорпамыздың түсі онша болмай қалады. Сондықтан көбікті міндетті түрде алып отыру керек. Пока етіміз піскенше нанымызды илейміз. Нанымызды сол бешбармаққа илейтін нан сияқты бір жұмыртқа, шым-шым тұз және салқын су қосып, осылай нанымызды қазір илейтін боламыз. Міне дәл видеодағындай, жаңағындай. Тура сол еттің наны сияқты ғой. Нанымызды осылай жақсылап басып, иін қандырып, содан кейін жауып, демалуға қойып қоямыз. Міне көріп тұрсыздар, бүкіл жаңағы ұнның бәрін жинап аласыздар. Ыдыстарыңыз тап-таза болып қалу керек. Енді біздің етіміз пісіп, мен етті осылай ұсақ-ұсақ қылып турап алдым. Содан кейін қызып тұрған майға бір үлкендеу пиязды осылай ұзынша етіп турап, дәл міне видеода көріп тұрсыздар ғой. Пиязды негізі молынан қоссаңыздар керемет болады. Пиязды қазір араластырамын мен жақсылап барлық жерін. Енді осы пиязымыздың үстіне жаңағы туралған етімізді саламыз. Етті қалауларыңызша ұзынша етіп, төрт бұрышты етіп турай берсеңіз болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңызша. Үстінен дәміне қарай тұзыңызды, бұрышыңызды саласыз. Егер сіз ұнайтын болса, әртүрлі приправалар салсаңыз да болады. Мен бірақ өзім ешқандай осы тамақты именно ешқандай приправасыз, тек қана тұз бұрышпен дайындағанды ұнатам. Қуыруға қойып қойдық жаңағы етіміз бен пиязымызды, енді нанымызды жаятын боламыз. Нанды оқтаулағанда білесіздер, иә, оқтаудың екі шетінен ұстап оқтауласаңыздар, сонда әдемі болып жайылады қамырларыңыз. Арасында ұн сеуіп отыруды ұмытпаңыздар, себебі жабысып сондай болып қалмау үшін. Міне біз нанымызды жайып алдық уже. Енді бешбармаққа салатын дәл нан сияқты қазір төрт бұрышты етіп кесіп аламыз. Өзімізге оңай болу үшін. Негізі ортасынан төртке бөліп те сала берсеңіздер болады. Бірақ маған жаңағындай кішкене қылып бөлген ыңғайлы, балаларға жегенге де ыңғайлы болады да сонда. Міне қамырымызды бөліп алдық. Чұқа етіп жаясыздар өте, білесіздер, чұқа қылып жайсаңыздар тәтті болады қамырларыңыз қазір піскен кезде де. Енді біздің етіміз бен пиязымыз қуырылып болды. Міне орташа отта қуырасыздар, қатты максималды режиміне қоймаңыздар плиталарыңызды. Енді осы етіміздің үстіне жаңағы сорпамыз бар емес пе, сол сорпамыздан бір-екі ожау алып етіміздің үстіне құямыз. Осы сорпаны құясыздар, сонда еттеріңіз дәмді болады. Енді осы кезде оттарыңыздың астын сөндіріп, яғни плитаның астын сөндіріп, бетін жауып, осылай бұғуға қалдырасыздар. Өзі бұғып, күшті болып тұрады. Келесі жаңағы сорпамызға нанымызды саламыз. Егер сорпаларыңыз азайып қалса, үстіне кішкене ыстық су құйып, көбейтіп алсаңыздар болады. Дәміне қарай, тұз аз болып кетсе, тұздап алыңыздар. Нанымыз бір 5-7 минут піседі. Сол кезде сосын осындай нанымызды түсіріп аламыз. Мен астына ешқандай тұзды құйған жоқпын, өйткені қазір жаңағы құйма, яғни подливамды құям, сол кезде күшті болады. Міне біз етімізді үстіне құясыздар. Шынымен де жасап көріңіздер, дәмі сондай ерекше болып шығады ғой. Мен қазір бұрын мамам маған жасап берсе, мен қазір өзімнің балаларыма жасап берем. Және де балаларымның да сүйікті асы. Өзімнің бала күнгі сүйікті асым болғандықтан дәмі енді әлі күнге дейін аузымнан кетпейді ғой, күшті тамақ.